Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге Майра Сауытбек қызы. Бүгінгі видеода қарбыздың қабығынан өте дәмді тосап дайындайтын боламыз. Әрине, дұрыс естідіңіздер, қарбыздың қабығынан дайындайтын боламыз. Яғни, жеп болғаннан кейін сыртынан да осындай тосап дайындауға болады. Ал кеттік, видеомыз бастаймыз, соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен қарбызымызды аламыз, басын кесіп алып тастаймыз. Егер де сіздер қарбыз жеп болғаннан кейін сырттары қалады ғой, сол қалған сырттарынан да дайындауға болады. Мен қазір видеода кесуді жөн көрдім. Кесіп дайындап аламыз. Бізге ішінің қажеті жоқ, ішін полный түгелдей алып тастаймыз. Яғни осылай видеодағыдай кесіп дайындап аламыз. Тек қана сыртынан тосап дайындайтын боламыз. Қараңыздар, бұл жерде сырты кішкене жұқалау, онда да керемет тосап шықты. Қарбыздың қалың, сырты қалың болса, одан өте керемет шығатын болады. Мінекей барлығын алып дайындап алдық. Ішіндегі қызылын түгелдей алып тастайтын боламыз. Және де сыртындағы жасыл қабығын сәл ғана жұқалау етіп ашып алып тастайтын боламыз. Мінекей видеода көріп тұрғандай жасаймыз барлығын достар. Енді өзімізге ыңғайлы етіп турап шығатын боламыз. Яғни қарбыздың қабығы қатты езілмейтін болғандықтан, формасын дәл осы қалпында сақтап тұратын болғандықтан, оны майдалау етіп көбіктеп осылай турасаңыздар болады. Қатты дәу қылып тураудың қажеті жоқ. Мінекей барлығын турап дайындап аламыз. Осылай болып тұрады. Мінекей мен осылай турап шықтым достар. Енді үстіне су құятын боламыз. Яғни қарбыздан сәл асып тұрса жеткілікті. Суымызды құйып алғаннан кейін астын жағып қайнатуға қоятын боламыз. Неге қайнағаннан кейін осындай бетіне қызыл көбіктер шығады. Барлығын осылай алып тастайтын боламыз. Ешқандай көбік қалмағаны жөн достар. Бір қайнағаннан кейін астын басып қоятын боламыз. Мінекей осылай қайнап тұру керек. Және де біз сироп дайындайтын боламыз. Керекті мөлшерде қантымыздың үстіне суымызды құйып, жақсылап араластырып, оттың астынан сәл-сәл жағып қоятын боламыз достар. Мінекей осындай дәрежеде болады. Жаңған араластырамыз. Қантымыз толық еру үшін астын жағып, оттың үстіне қоятын боламыз. Мінекей қантымыз осылай еріп шығу керек. Осы мезетте біз қарбызымыз қайнап жатқан суын бір төгіп тастайтын боламыз. Неге суы жоқ, енді біз тек сиропты үстіне құятын боламыз. Қараңыздар, осындай сиропта енді дальше қайнататын боламыз. Яғни бізде қарбыздың қабығынан су бөлінбегендіктен бізде осылай сиропын бөлек қайнатып аламыз достар. Неге ақырын қайнап жатыр, түсі сәл-сәл мармелад тәрізді өзгеріп жатыр. Қарап тұрған болсаңыздар, енді ары қаратай қайнататын боламыз. Мінекей енді біз қарбызымыз осылай қайнағаннан бір түнге немесе 3-4 сағатқа қоятын боламыз. Мен бір түнге қойдым. Ертесіне осындай бізде өте керемет сары түсті мармелад тәрізді неке варенье дайын болды. Әлі де дайын емес, астын жағатын боламыз, және де бір қайнату жіберетін боламыз. Дәмі өте керемет болу үшін лимонная кислота болмаса, лимонның согын қосатын боламыз. Аздап қана қосыңыздар. Керекті мөлшерін барлығын астына жазып қоям достар. Дәл сол рецепт бойынша жазсаңыздар, сіздердің вареньеларыңыз керемет, өте дәмді болып шығатын болады. Неге араластырамыз да, енді тек қана 5 минут қайнатып алатын боламыз. Одан артық қайнатудың қажеті жоқ.
Қысқа сақтап жеу үшін біз банкілерімізді парлап алатын боламыз. Неге мен осылай парлап алдым, және де үстіне осы біздің тосабымызды ыстықтай құятын боламыз. Қақпағымызды да парлап аламыз, және де үстіне жауып, банканы жапқыштың көмегімен бұрап тастайтын боламыз. Мінекей достар, біздің осымен қарбыздың қабығынан дайындалған тосабымыз дайын болды. Өте дәмді, сондай керемет мармелад тәрізді болып шығады. Ал жеген кезде алмұрттың дәміне ұқсайды. Мен өзім алмұрттың дәміне ұқсаттым. Сіздер де жасап көріңіздер, және де қандай дәмге, қандай жаңағы жеміске ұқсаттыңыздар. Сонымен бөлісе кетіңіздер, сіздерде қалай шықты. Оны да жаза кетіңіздер. Маған өте қатты ұнады. Сіздермен болған Майра Сотбекқызы.